эгер маған Альтаирдай жасқа қайтып келсең не істейтін едім, мен оқитын едім. Сөйтіп күшті бір нәрсені қозғадық. Бірден істеп жатқан кезде не үшін істеп жатқаныңды білу. Жалпы саған осы сезім қай уақытта келді деп ойлайсың? Оқыған адам мен оқымаған адамның екеуінің разницасы болды. Сол емтиханды өзім тапсырып, өз университетте өзім қызығып жүрген кезде мен түсіндім, ол мен үшін ғана керек. Жақсы әңгіме бұл. Танябыз оны. Отыр бар, өзің оңайлату. Ладно, нет? И что-то все официально. Ну как? Крутишь? Что, как ощущение? Ай, Көнді? артырмын. Неге? Үйренбей жаздым. Енді бірінші рет бір жерде бастау керек қой әйтеуір. Сіз сұрақ қойыңыз ба? Біз Біз қараңғы беремін бе деп өзің камераға қарап, кейде маған қарап, еркін ғой? Үш камера бар негізінде как бы. Маған қараған кезде типа кішкене анаға қарап нетуге болады. Енді білмеймін, мен сұрадым бүйтіп камерамен қалай нетейік десе, еркін болыңдар деп. Кәдімгі екеуің сөйлесіп отқан сияқты, негізі үш ракурстан нормально түсіреді деп ойлаймын. Негізі запись жүріп жатыр уже. Деген кезден бастап, кесіп ол жағы уайымдамай. Сол Альтаир қалайсың? Сіз? Алайсыз. Ева, қазір бұйырса сен уже қаңтарда университетке түсіп қойдың. Визаңды алып қойғансың. Қазір кішкене шетелге кетерген адам, оқуға кетіп салдың бұйырса әкеңе қол болып жүрсің, көмекші болып жүрсің жұмыста. Керемет. Бірақ уже мін сказано, жолыңның енді басы ғой, негізі шетелге оқуға түсудің жолының басы, бірақ түсу жолыны біраз кішкене сенімен сөйлесек деп еді. Жалпы сенде шетелге барып оқу деген ой қашан қалай келді? Жалпы осы Хармони мектебіне 2024-те 23 жылға келдім. 10 сыныпта. Оған дейін 9 сыныпқа дейін мен оқуға деген құштарлығым қатты болмады, шынына келсек. Бірақ ағылшын тілінде оқып жүрдім. Сол 9 класс бітіргеннен кейін, өзім аттестат алғаннан кейін біраз сөйлестім әкеме. Сол себепті осы мектепке көшіп, осы жақтағы маған қалай айтсам көп үлес қосты. Оқуға деген құштарлығым, басқа мемлекеттерге түсу деген жолдарын мен дұрыс түсіндім. Сол маған көптеген көмек берді. Сосын 10 сынып осы 2 жылдың ішінде көп нәрсе өзіме еңгердім. Сол арқасында қазір Майамиға түстім, ақш-қа. Көптеген қиындықтар болды, бірақ ол маған қалай айтсам болады. Портфель ретінде жинап жаттым. Көптеген опыт, experience. Сол үшін осылай болды. Жалпы именно ақшқа барып оқимын деген ой саған қашан келіп? Хармонияға көшкенде басында бірінші ойладым, ақш ол менің уровень емес екесі қиынырақ болады. Бірақ әкем айтқан, мүмкіндік бар, оған шектеу қоймай ешқашан деп. Сол себепті ол тек қана ақш деген. Сол себепті 10-шы сыныпта жазда мені лагерьге жіберді. Ол жақта мен Америкада болдым. Басында курс алдым. Ол маған көбірек мотивация берді. Мен есімде, сен жылдың басында біз кездескен кезде, сен айттың, мен арманым Бостонға барып оқу дедің. Есімде бол. Сен Бостонға да түстің, осында университетке де түстің. Бірақ қай себепті сен именно Florida International'да таңдадың? Мен ойымша ол мені бағытым халықаралық бизнес. Ол екінші орында. Біз ол Америка. ақш-та. ақш-та Florida International халықаралық бизнесте екінші орында. Және бизнес, Chapman Business School деп аталады. Ол ақш арасында топ 50-ге кіреді.
сол сапасы жақсы білімім. Көптеген басқа да достарым да оқиды, мен таныссам. Солардан да сұрадым. Ізденіс болды. Қалай айтсам болады. Көп результат өте жақсы университет. ал этот қала ретінде Майами, Бостон бар ғой, екеуі екі түрлі кішкене қала ғой. Қала ретінде Майами қандай да бір ойнады ма? Бостон әрине ол оқуға деген оқитын университеттің қаласы деп айтсам Иә. Майами таңдаған себебім ол біріншіден климаты маған ұнайды. Жаз. Екіншіден ол қалай айтсам болады. Қазіргі таңда да Майами өте қарқынды дамып келе жатыр, иә. Флорида штаты өте даму бағытында и көптеген бизнес компаниялар, көптеген қалай айтсам хаб-да. Иә, хабтар өте көп. Мүмкіндік көп. Сол себепті ол жақта келесі оқудан кейін стажировкаға барсаң да, жұмысқа барсаң да, ол жақта кәдімгідей мүмкіндіктер көп. Біздің даже әйгілі бір құрылыс компаниясы сияқты өзінің несін ашып жұмыс жасап жатыр. Біз оқуын бастадық, сен мектепке келдің, университетте таңдадық. Бірақ сен өзің де білесің, бізде кішкене IELTS емтиханымен біраз қиыншылықтарымыз болды. Бірнеше тапсыруға тура келді. Сол туралы не айта аласың? Бүйтіп қалай айтсам, білесің сен ақш-та шетелде оқыған кезде жалпы ағылшын тілі деңгейің жетпесе, фаундейшн оқып, немесе тіл курсы оқып, қосымша кішкене ақша төлеп, сол оқу алуға да болады. Бірақ сен айттың өзің бүйтіп, жоқ, тікелей университетке түсеміз деген мақсат қойдым. Бірақ бірнеше тапсырып жатқан кезде сол қандай не себеп болды, чтобы қалай айтсам, тастап кетпей соңына дейін жеткіліктімді жеткізуге. Біріншіден ол әрине ол ата-анам беріп жатқан бізге деген несі көмегі, яғни қажылай, ол өйткені үлкен болғаннан кейін түсесің, оның көптеген артында еңбек жатыр. Соны ақтау болды мен бірінші ойында. Білмеймін, мен 9-шы сыныпта қандай шешім қабылдадым, солай жүру керек болды. Менде ондай артқа деген қадам болмау керек, вообще артқа жүрмеу керек еді. Сол себепті мен тоқтамай істей бердім. Қиындықтар болды әрине. Өте қиындықтар көп болды. Бірақ сонда әйтеуір бұйырып тұрды ғой іске. Мен есімде сен 290 соңында тапсырып, күшті нәтиже шыққан кезде прям кәдімгі үстінен бір үлкен тауды алып тастаған сияқты бүйтіп жеңілдеп бағаның несінде. Сол сен мына жолды қазір өттің, мына төменгі сыныптағы бауырларыңа, қарындастарыңа қандай да бір не ұсына алатын олар не істейді, егер бүйтіп шетелге барып оқу немесе жалпы үлкен мақсат қоятындары қандай ұсыныстарың бар еді оларға? Мен айтарым, ең бастысы ол түсіну, сен ол не істеп жүрсің, не үшін жасап жатсың. Екіншіден ол саған не береді. Үшіншіден мен ойымша ол ата-ананың әлеуетін ақтау. Сол себепті тек қана сосын бір тақырып ол өзіңе жақсы көрген нәрсені ғана істеу керексің. Өзіңді қиындатып, олай болмайды негізі. Менің ойымша 8-ші, 9-ші сыныптарда қазір өте андай ответственный моменттердің бірі. Өйткені ол жақта адамдар өзінің жолдарын таңдайды. Біреу басқаша ойлайды. Әрине көптеген ойлар бар, бірақ 9-ші сыныптан кейін егер адам осознанность проявляться етсе, ол бұның болашағына өте көп әсер қосады. Өйткені қазір істеп жатқан біздің қалай айтсам болады, жұмыстарымыз, ол біздің болашақта кім болатынымыздың себептері ішінде болады. Сол себепті тек қана
өзіңе қалаған нәрсеңді істей бересің. сөйтіп күшті бір нәрсені қозғадық. Бірден істеп жатқан кезде не үшін істеп жатқаныңды білу. Жалпы саған осы сезім қай уақытта келді деп ойлайсың? Менің ойымша осы IELTS емтиханын тапсырып жатқан кезде, өйткені оның шынымен келсе, шынымды айтсам, оған дейін ол жай ғана ата-ананың ынтымақтауы сияқты болды маған. Бірақ сол емтиханды өзім тапсырып, өзім университетте өзім қызығып жүрген кезде мен түсіндім, ол мен үшін ғана керек. Ал мектеп, қалай айтсам, басқа да лагерьға бару, ол, как вам сказать, это қаржылай көмек сияқты болды деді. Ал ол адамның мықты болуы, ол бір себеп, ол қаржы. Ал екінші себеп, ол, конечно же, адам өзіне байланысты. Оның ойында не бар, ол не үшін істеп жатыр, ол кім үшін істеп жатыр, ол түсіну керек та, оны бақылау керек. Сол себепті сол кездерде мен түсіндім, что өз болашағыма мен ғана жауап беремін. Ол әкем мен анам, ол тек қана мен көмектесіп жатыр әрине. Бірақ басқа қадамдар ол менің артымда дейді. Әрине, ең көп еңбек. Мен жалпы оқуға түсу жағынан да біз қолымыздан келгенше көмек жасадық, бірақ бәрібір жылдың бастарында сөйлескен кезде айтқан, мен саған кейбір нәрсемен көмектесе аламын, бірақ кейбір нәрселерді біз ешқалай саған көмектесе алмаймыз. Солардың біреуі IELTS болды. Сен оны сәл қиыншылықпен болса да, бірақ сәтті өттім. Бірақ енді кейде мына технический моменттер қызық болады ғой. Сол кезде университетке түсу процесі, документ тапсыру процесі қалай болды саған? Қазір қатты қиын емес, это уже басқа адамдарды сұрамай, уже документтерді де өзім оқып, өзім подписывать етіп, согласие беріп жасап жүрмін. Қазір бәрі тапсырып қойдым, бірақ Майамиға 5-6 документ қаралып, и вот справкамды өзім алып кеттім мектептен. Басқаны организация бар ғой, солармен неден жерде бар на связи уж. Ол қиын емес. Жалпы бүйтіп көбінесе бүйтіп қалай сыртта кісіге бүйтіп тапсырып көрмеген, тем более кісіге бүйтіп университетке тапсыру қиын көрінеді ғой. Жалпы сол процедура жайынан не дайындалды, не қажет болды деген сол моменттерді кішкене айтсақ. Жалпы ол былай ғой, әр нәрсені бастан айтып ойлайсың ба қиын деп. Бірақ әр нәрсе бір затты бассаң, пошагово барсаң, ол ешқашан қиын болмайды ғой. Он просто өзінің ағымымен жүру керек. И мен ойымша ол қиындық тудырмайды ешқашан. Керемет. Мына виза бойынша ешқандай сұрақ болмағанда қазір ақш-пен проблема дейді, анау дейді ғой. Мен достарым бар, қазір симбілер жатқан бірге. Оларда туындап қалды мәселе, бірақ қазір жақсы. Мен бірінші алып қойдым визаны, сол үшін спокойно жүрдім. Басында тез алып алдым. Сонымен өзім жақсы сезіп жүрмін, дайын сезіп жүрмін. Басқа детальдарды мәселелер шешіп жатыр. Сол бір айдан кейін уже алғысы кешен жолға. Жалпы сен қаңтарда университетке түсіп қойдың ғой. Ерте курс бұрындары бізде қалай? Сен жазда ОБТ тапсырасың немесе бар басқа бір жерге барасың дегенде әлі ойланып жүрді көктемде. Сен қыста түсіп қойдың. Ол қандай сезім? Өзіңе қалай сезіндің? Басында ойладым мен. Ерте шығар деп, может ақшасы қымбат шығар деп. Соңында түсіндім, что мен осы ақш университетін көбісіне тапсырған жоқтым ғой. Бірақ беріп тұрғаннан кейін әкеме де ұнады, анама ұнады. Команда болса вообще барлығы ұнады, маған келіп тұрды. Мен ойладым, ол беріп тұрған шығар деп. Мен саған да айтқан едім. Мен сол университетте бір апта конференцияда болдым. Сен бүйтіп спортты кішкене ойнатасың, бүйтіп өзіңіз бүйтіп сен айтасың, климат жағы маңызды деп. Оларда керемет сол стадиондары бар. Сен сол аяқтар бұйырса спорт мансабыңды жалғастырғың келсе, бүкіл жағдай бар. Сол жағынан да. Енді саған
сәттірек дейін. Мен кішкене біраз сұрақтар сұрауға тырыстым, бірақ егер мен сұрамаған бірдеңке, бірақ сен өзің айтқың келген бірдеңке болса, мархабат. Білмеймін. Ең бастысы сол жақта 4 жыл біліп алып, Қазақстан келіп үлес қосу керек. Ол өте маңызды. Қалай не айтсам болады, Хармонияға айтарым. Көп рахмет. Шынымен сабақ жағынан мықты болмасам да, адам ретінде мен тәрбие алдым. И жалпы келген мақсатыммен кетіп жатырмын. Бітіріп, яғни университетке түсіп. Сол себепті менің қалайсым ол, мен развитиямда үлес қосқан мұғалімдеріме көп рахмет. Ұстаздарға, Рысамбек мырзаға, Мерет ханымға, мектеп басшыларына да рахмет. Алысым шексіз, әрине. Рахмет. Бірақ менің есімде, свободно сөйлесе берсем, ол сенің по идее бағаларында негізі жақсартып отырасың. Біраз, иә. Былай. Че, қалай сезім? Жасыл шарбайды? Да. Прикольно? Что? Выйти как сутка. Давай, да. Вместе же не скотайтесь. Давайте, можешь? Сага. Сол Данияр мырза, бұйырса қазір өзіңізді визаңыз жасатып жатсыз. Альтаир ұлыңыз визасын алып қойды. Бұйырса Флоридада, ақш-та, Майамида, Флорида Интернешнл университетке түсті. Осы бір сіздердің университетке түсу жолдарыңызды бір талқыласақ деп едім. Кішкене көрсек, жолынан қалай басталды, қалай келдіңіздер сізде. Сіз ата-ана ретінде бұны қалай сезіндіңіз? Альтаирда басында кішкене қиыншылықтары болды. Сол жағынан сіздердің әрине қолдауларыңыз өте маңызды болды. Сол туралы біраз айтып берсек. Бастапқыда негізін келсек, қалай сол ой келді шетелге барып оқу деген сияқты? Енді ой келгенде былай айтсақ, енді былай шетелде оқу кішкентай кезінен енді менің былай баламның Альтаирдың шетелде оқуына біраз менің өзімнің бір арманым болған. Сол енді Альтаир кішкентай кезінде туылған кезде, жаңа роддомнан алып шыққан кезде, мен почему-то білмеймін, Алла тағала аузыма салды ма, соңғы шетелде оқисың деп сөйтіп айтқанмын. Енді мен Алланың қалауымен міне бүгін күнде түсті оқуға. Енді қалай біз дайындалғанымыз 5-ші класстан ба, 4-ші класстан ба біз жаңағыны Альтаирды ағылшын тілінің маманын мұғалімін жалдадық. 4-5 класста, білмеймін. Оны жалдағанда білесіздер ғой, енді групповой болады, барады. Сондықтан мен ойладым, групповойдан гөрі былай тет болса, ана ағылшын тілін тиімдірек меңгереді ғой деп, сонымен жаңағы ағылшын беретін жаңағы мұғаліммен бір сөйлестім да, сөйлескеннен кейін жарайды деп беке келісіп, сонымен Альтаир 4 жыл ма 5 жыл ма сол кісіде оқыды. Аты Евгения деген, ол кісіде шетелде Америкада оқыған кісі екен. Сода оқыды. Сосын кейін 9-шы класста ма, енді Альтаирдың сол кезде сезе бастадық, что фундаменті бар екен. Өзі жақсы оқыған. Сонымен ол енді сіздер мұна мектепке келмей тұрып, что-то 9-шы класста что-то бала оқыған тастауым жоқ. 7-ші, 9-шы класста что-то. Сонымен айтам Альтаирға, балам, сен шетелге оқуға түссен дейсің. Білім жетпейді ғой енді бізде. Енді бірдеңке қылу керек, әрекет жасау керек. Сен бүйтіп жүре берсең болмайды
деп айтып едім, сөйтсем балам айтты, папа мен частный мектепке берсеңіз, ағылшын мектебіне мен оқимын деді. Сонымен жарайды. Енді айттым, енді хорошо мектепті көрейік деді. Сосын ар жақтың бір жақ мектепті көрдік. Сосын как раз мынау біздің өзімізге үйге жақын болғаннан кейін мына сіздер ашылып аттыңыздар. Сосын осы сіздерге келді. Алланың қалауымен сіздерге келіп түсті. Енді жаңағы тапсырды, экзамендеріңіз өтті. Өткеннен кейін оқи бастады. Оқи бастағаннан кейін где-то сол 5 айда ма, 6 айдан ма уже балам өзгере бастады. Стресің мектептері. Уже андай өзгеріс динамика пайда болды. Сонымен портфолио жинау керек деді. Енді сіздер жаңағы дайындап аттыңыздар не? Сонымен балам уже шабыт ойлап, жаңағы оқуға деген несі. Сосын мен одан кейін жаңағы Америкаға бару жаңағы ұсыныстар болды ғой. Соғын ұсыныстар болғаннан кейін мен бұған мотивация болсын деп, былтыр өздеріңіз білесіздер, Америкада жіберді. Бостонда оқыды. Соған мотивация болсын деп жіберді. Келіп балам Альтаир прям жамп келді. Енді бір қызық. Алыс болды, ары бері ойландық. Бамасы Европаға түсе салды, Дубайға түсе салды. Сонда не қылды, сосын енді көрейік деді. Айлысын тапсырсын. Сосын барып көреміз деді. Бірақ шетелде оқу өтінін біз уже білдік. Қай мемлекетте болса да сол жерде оқиды. Сонымен енді Аллаға шүкір осы Хармония мектебінің арқасында, сіздердің арқаларыңызда, сіздердің жетектеп баланы орысша айтқанда направление беріп алып келіп былай, особенно өзіңіз 3-4 рет шақырттыңыз, сұхбаттастық сізбен, ақылдастық сізбен, қалай болатын. Сіз жаңағы жолыңызды айттыңыз, өзіңіз жаңағы оқу түскен Флорида жаңағы университетінде өзіңіз сіз болдыңыз. Тем более бізге от первого источника информация сізден алып отырдық. Жаңағы сонымен Аллаға шүкір өтер сабағын оқып осы түсті. Бәрібір Алланың қалауымен ғой, шүкір. Ал сіз өзіңіз айтып тұрсыз қазір, Альтаир негізінде былай Бостонмен жанып келді деп. Кен жылдың басында сөйлескен кезде де ол маған айтты, ағай, Бостонға түсейік деді. Көп университет, мықты университеттер бар ғой, Бостонға түсейік деді. Бостонға да түсті негізінде, жақсы университетке түсті. Бірақ қандай себеппен сіздер сол Флорида Интернешнлды таңдадыңыздар, Бостондағы университетке қаралды? Енді оның өзінің қалауы болды ғой енді. Енді международный университет бір жағынан. Екінші жағынан мен құптағаным еді, жарайды деді жаңағы. Енді 4 жыл студенттік өмір болады. Флорида деген енді Майами жақсы ғой. Жаңағы мұхиты бар. Бір жағынан оқиды, бір жағынан бір керемет жер. Сол жағында, мысалы, Европаны алатын болсақ, Англияны алатын болсақ, например, ауа райы енді қолай, кішкене енді осы біздің сияқты ғой енді пасмурно болып тұрады сөйті. Бір енді болған жоқ па біледі, просто жақсы шығар, бірақ ауа райын тек қана бүйтіп оқитын жер емес, өмір сүру жағдайларына да көңіл бөлдіңіз. Соған да мән бердік, потому что адамның ауа райы да жақсы болып тұрса, несі ғой, жаңағы көңіл күйі жақсы көтеріңкі болып жүреді бұл мысалы. Ол да мысалы сол жерде жүріп, сол жерде оқып жатса, кейін шетелде жұмыс істейін десе, ол да жаңа қалай орысша айтқанда атмосфераны алғысы келмейді ғой. Сондықтан ойлау сол екі жағда сондай болсын деп өзім не қылдым, жарайды дедім, тем более күшті ғой. Ауа райы да бәрі керемет.
жылдың басында есімде Айкаймен сөйлескен кезде біз сразу жақсы университетке тікелей бакалавр бастаймыз деген мақсат қойдық. Уақыт өткізбей. Бірақ кішкене сол IELTS емтиханымызбен мәселеміз болды. Кішкене әрқашан 0,5 балл ғана жетпей жатты. Бакалаврда бастап кету. Фаундейшнға да барса болатын еді. Бірақ біз ондай қалай айтса екен, төменірек сатыға түскіміз келмеді. Төртінші реттен сәтті тапсырды. Сол пока әлі тапсырмай тұрған кезде сондай бір үмітсіздік, сондай бір пайда болған жоқ па сіздерде? Жоқ, мен Альтаирға балама мен сендім. Ол тапсыратына сендім. Жаңағы 400 тапсырды. 400 тапсырғанда алды ғой. Жаңағы ол бір рет тапсырды, екі рет тапсырды, кішкене нормально болды. Үшінші рет тапсырған кезде жаңағы жетпей қалды ғой 0,5. Сол кезде кішкене балам ашуланып сөйтіп келген кезде мен айтқаным, ничего дедім, жаңағы сабыр ет, тағы тапсырасын. Неге? Значит, сенің білімін Алла тағала саған, значит, қалап тұр. Саған тағы білім керек болып тұр дедім да. Значит, сен енді тағы бір нәрселерді білуің керексің деп отырмын да. Сен солай болады, сен тапсырасың, сен өтесің деді. Ол енді, значит, сен кішкене көбірек оқу керексің деп отырды. Сондықтан түсесің. Енді кішкене ғана жетпей тұр ғой дедім болды. Енді қара күшіңді салып жіберсең, аламаның берсе, түсіп кетесің деп, сөйтіп мен балама поддержка бердім. Сонымен тапсырды, сонымен өзді қуанып келді ғой енді. Папа, мен 6-та 5 алатын едім. Просто кішкене не қылды, бірақ 6 оқуға не аламын деді. Сосын мен тағы 5-ші рет тапсырса болатын еді. Енді тағы жоғары ол. Енді 4 рет тапсырды, баланы ары қарай переживать еткізіп келген жоқ. Сонымен айттым, енді оқуын тапсыр, егер чапан тұрса, онда сүйер деді. Керемет бүйтіп табандылықтың негізінде көрсеткіші. Өзі де біраз спортсмен ғой. Біз уақытпен шұғылданған футболист. Ешқашан бүйтіп тоқтамауға тырысады, ары қарай қиыншылық болса да. Сол негізінде қалай айтса екен, қабілеті мен оның алда келешекте оқуына да пайдалы болады деп ойлаймын. Өзім ойым. Мына оқу процесіне, оқуға тапсыру процесіне нетсек, сіздерге қандай моменттер болды? Может, қиын бір момент болды ма, или түсініксіз бір момент болды ма? Қандай да бір қаражат жұмсадыңыздар ма? Сол жағын кішкене айтып кетсеңіз, өйткені көбісі ойлайды да бүйтіп университетке түсу, бүйтіп агентстволар көбімізде реклама жасап жатады ғой. Талай қаражат құйдық деген сияқты. Сол жағы қалай болды сіздерде? Енді шетелге түсіретін адамдарда қаражаты болып сені не қылады ғой. Сондықтан ондай қаражат жағынан түсуіне қатты проблема болған жоқ. Енді біз білдік қой, қай жаққа оқуға түсетінімізді, шығын болатын мысалы. Сондықтан біз дайын болдық оған. Жоқ, мен меңзегенім именно оқуға тапсыру кезінде қандай шығындар болып деген ғой? Енді қатты шығындар болған жоқ. Тесттен басқа негізі жерде ешқандай шығын болған жоқ. Шығын болған жоқ. Неге десеңіз, мен сізге айтайын, мен жаңағы оқуға түсетін сіз компанияларды айтып отырсыз ғой. Сондай бір компанияға мен бардым, көмектесетінге бардым, сосын келдім Альтаир, сосын өспей компаниялар бар екен, сопровождать дейді екен, осындай университеттермен жұмыс етекен деп айттым. Енді мен ол жағына білмеймін ба шетелге, мен мұны бірінші болып түсірейін деп тұрған. Сөйден папа қажеті жоқ, ақша беріп, біздің өзіміздің мектепте сіз барсыз, біздің мектепте оның бәрін өзіміздің мектепте істейді, оның бәрін лишний ақша бізге төлеп қажет жоқ. Соның бәрін біздің өзіміздің мектепте істелінеді деді. Дедім. Сосын онда жақсы ғой дедім. Онда ана жақта 400 мыңнан 1 миллионнан аса дейін қаражат түсіреді мысалы. Сонымен сөйтіп айтып едім, жоқ папа деді, біздің өзіміздің мектепте бар. Сөйтіп істейді. Дедім да, сонымен қойдым да, сосын
өзі жаңа сіздермен жұмыс істеп өзі тапсырды особенно сіздің арқаңызда сіздерге рахмет. Әрқашан бүйтіп алғашқы кездесуден бастап бүйтіп қолдау көрсеттіңіздер. Енді соңына қарай Данияр мырза, сіздер уже түлек болып жатсыздар, бұйырса оқуға барасыздар уже бір жарым айдан кейін. Мына төменгі сыныпта келе жатқан оқушыларға, ата-аналарға қандай ұсыныстарыңыз, бәлкім ойларыңыз болса, не ұсынар едіңіз сол кісілерге? мен ұсынатын едім жаңағы ағылшын тілінен 5-6 класстан бастап оқуға түсем дегендер, шетелге түсем дегендер қазірден бастап қолға алу керек. 5-6 класстан бастап енді 1 класстан болса тіпті жақсы. Енді ойлайды ғой пока баланың кішкене менің өзім мнением 5-6 класстан бастап оқыту керек баланы, частный мектепке беру керек, обязательно беру керек. Содан бастап мен өзім ойым 5 класс, 6 классқа келген бала ол пока 1 жыл, 2 жыл адаптироваться етеді, жаңағы орта пайда болады. Оқымаған бала оқып атқан мынақты ағылшын білетіндерден уже тартылады. Ортамен уже ағылшын тілде ол сөйлесуге тырысады. Сосын оқысы келген бала уже мынақты тұрған бәрі мотивация ғой оған. Самый главный, мен ойлаймын, жақсы орта керек. Жақсы орта ол жақсы білім ортасы. Біздердің мектептер. Енді Аллаға шүкір біздің осы Астанада қанша частный мектептер ашылып отыр. Мысалы, білім сапасы действительно жоғары ғой, жақсы. Мен бар, сұраныс бар, адамдарды қарайсыздар, внимание бар, жеке каждый оқушыға подходтарымыз бар, мысалы. Ал енді обычный мектептен мен жамандап атқан жоқ, но енді обычный мектеп, бірақ болатын болып бала кішкентайынан болады ғой, бірақ енді оқыту осындай мектепте оқыту керек. Именно ағылшын тілінен үйренем десе, балаға дұрыс орта, ол оқим деген бала сосын ойлайды ағылшын тіл. Рахмет, Данияр мырза. Егер соңында мен сұрамаған өзіңіз айтқыңыз келген қандай да бір мәселе болса? Мәселе, не деймін, енді оқу ортасы білім алып шығу жақсы ғой, баман десі ол. Енді арғырай адамның өзінің қабілетті жұмысқа орналасып кетуі, мықты маман болуы, жақсы жұмыс істеуі, ол жаңағы адамның 60-70%, даже 80% ол өзіне байланысты болып бітеді дейтініш. Сондықтан білім әрқашанда өмір бақи керек болған. Грамотный болу керек, тіл білу керек. Айтады ғой, тіл білген адам әлемді басқарады дей ма? Білімді болған адам. Сондықтан білім осындай Қазақстанымызда осындай сапалы мектептер ашыла берсін. Өзіміздің қазақ балаларымыз сапалы білім алып, сауатты болып, мәдениетті болып жүрсе, мемлекетіміз көркейеді ғой. Мәдениет, ең бірінші мәдениет болу керек қой. Мәдениетті қайсыдан алады? Осы сол орта мектептен алады. Мықты осы сіздер сияқты осындай мектептер тек қана өзіміздің Қазақстан емес, сіздер халықаралық түрде бұйырса бересіздер. Мысалы, тек қана өзіміздің қазақ емес, бүкіл дүние жүзінде не отыр, соны алып келіп, сіздер мына біздің ұрпаққа беріп жатсыздар. Сондықтан көп рахмет. Осындай мектептер, сапалы мектептер көп болсын бізде. Сізге үлкен рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Сіз бағана айтқаныңыздай, біз Альтайырға осындай мүмкіншілік беріп, оның талантын ашуға қолын істеген үшін қуаныштымыз. Рахмет сізге үлкен. Мен енді үлкен рахмет айтқым келеді.
осы мектепке, осы мектептің басшысына, директорынан бастап, осы мұғалімдерге сіздер осы бірінші түлектеріңіз ба? Иә, болатқан. Еңбектеріңізді аямай, балаларды неғылып, осы біраз балаларды шетелге білім беріп сүртіп жатсыздар, сіздердің арқаларыңыз. Осы Хармония мектебіне тек қана жақсылық тілеймін. Осы мен бүкіл дүние жүзінде оқушылар сөе берсін, ең бір беделді Қазақстанымыздың бір мектептерінің бірі болсын, көп сапалы білімді балалар шығара беріңіздер. Өйстіп сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Сіздер басшыңыздан бастап мұғалімдерден дейін сіздерге сәттілік тілеймін. Біздің интервьюімізді тамашалағаныңызға рахмет. Бізде бірнеше керемет хабарлама бар. Бірінші, осы эпизодтың астында ең күшті, ең қызықты сұрақ сұраған кісіге біздің өзімізді мэтч сыйлық жасайтын боламыз. Және екінші хабарламамыз 9-шы, 10-шы және 11-шы сыныптарға арналған Хармония мектебінің оқу гранттарын жариялаймыз. Жақын арада толық ақпаратты біздің әлеуметтік желілерден біле аласыздар.